Ең алдымен ол дәрігерлердің жалақысын көтеруге әкеледі. Біздің қорымызда көбірек ақша жиналса, сондықтан да біздің емханалар, біздің ауруханалар көбірек өзінің әр емдеп шығарған науқастарына ақша бөлінеді. Сондықтан біздің де ол дәрігерлердің жалақысы көбейеді деп ойлаймын. Ертеңгі күні не жұмыс атқарған кезде, фонд жұмыстың басталған кезде бізде жаңа сол қаржының бәрі сол фондта жиналады. Мемлекеттің өзінің беріп отырған 15% адамдарға өзінің гарантированный несін біз олды аламыз. Және де бөлек біздің тұрғындардан, жұмыс атқаратын тұрғындардан, өздері жұмыс істейтін тұрғындардан, солар өздерінің нелерін бөліп, сол жерде қор жиналады. Ол біріншіден. Екіншіден, әр адам өзіне қажетті медициналық көмекті кез келген кезде максималды түрде өзін қабылдай алады. Фонд оған жауап береді. Сондықтан егерде адам медициналық қызметін көрсетуге барған кезде, егерде оған ол толық ұнамаса, ол фонд арқылы басқа емхана бола ма, басқа аурухана бола ма, бірақ барлық өзіне керек емді толық түрде қабылдай алады.